Сәлем достар! Қазіргі таңда 5:32 сериалы YouTube, TikTok, тағы басқа желілерге қатты таралып кетті. Сонымен қатар түрлі адамдардың психикасын бұзып жіберген болатын. Бірақ бұл сериал жайлы не білесіз? Біз бүгін сіздерге осы сериал жайлы сұмдық ақпараттарды айтатын боламыз. Ең алдымен бұл сериалдың аты жайлы айта кетейік. 5:32. Неге бұл сериал 5:32 деп аталды? Құранның 5-ші сүресі, яғни Мәида сүресінің 32-ші аятында былай делінген: кім кісі өлтірмеген, немесе жер жүзіндегі бұзақылық қылмаған біреуді өлтірсе, онда шынайы түрде барлық адамды өлтіргенмен, және кім оны тірілсе, жер бетіндегі барлық адамды тірілткенмен тең делінген. Сол үшін сериалдың атын Құранмен байланыстырып қойған. Сериалдың аты жайлы айттық. Енді сериалдағы оқиғалар шын өмірде болған ба? Түрлі теориялар бар. Мысалы, бірінші сериясына келіп тоқталайық. Бұл сериясында екі таксистің адамдарды тоқтаусыз өлтіруі жайлы айтылған. Шын өмірде бұл оқиға Шымкент қаласында 2011-2012 жыл аралықтарында болды. Негізінде мына таксистің шын есімі Болатбай Бердалиев, ал оған адамдарды өлтіруге көмектескен досының есімі Абдусаид Орманов. Бұл екеуі вокзалдан адамдарды көлігіне отырғызып, оларды өлтіріп тонап кеткен екен. Дәл осылай 4 адамды өлтірген анықталды. Ал келесі екінші серияда мына әйел жайлы түсірілген. Бұл әйелдің адам етінен белаши, яғни қазақша бәліш сатып тұрған видеосын көрген боларсыз. Ал енді бұл әйел жайлы не білесіз? Шын өмірде бұл әйел емес, еркек екен. Есімі Николай Джумагалиев. Кинодағы әйел тек қана еркектерді өлтіріп, оның етінен белаши жасап жүрсе, ал шын өмірдегі керісінше Николай Джумагалиев тек қана әйелдерді өлтірген екен. Бұл адамның қолынан 10 адам өлген, ал өлген адамдардың етін ет тартқыштан тартып, тұшпара жасаған, бүйректері мен жүректерін қуырып жіберген. Ал енді көбі сериалдың басындағы адам өлтіргіш мына кісіні Думан деп жатады. Бірақ бірінші серияда дәрігер оны Арыстан деп атаған. Бірақ бұл сериядан барлығын күтуге болады. Яғни Думан болып шығуы да мүмкін. Достар, осымен біздің видеомыз аяқталды. Егер де сіздерге осы видео ұнаса, дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде біздің осындай қызықты видеоларымызды ешқашанда жіберіп алмайсыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит, қызықты мәліметтер арнасы. Сау болыңыздар.